Бүгінгі Проспектус бизнес-клуб және академиясының онлайн клубының ашылуына орай 2019 жылдың ең ауқымды қазақ тіліндегі жастар жылында жас кәсіпкерлерге көмек қолдау ретінде бизнесіңізді бастау және дамыту мақсатында ұйымдастырылып жатқан Бизнес Драйв конференциясына барлықтарыңызға қош келіпсіздер дейміз достар. Қымбатты достар, шаршап қалдық па? Барлығымыз жақсылап дуыл қошемет соғайық кішкенекей. Аямаймыз достар. Керемет, ендеше дәл қазір бүгінгі конференциямызды бастамас бұрын мен осы кереметте кешіміздің ұйымдастырушылары және Проспектус бизнес-клубы және академиясының негізін қалаушысы, Global Tour және Visa, Рафаэл Кофе компанияларының негізін қалаушысы, Дінмұхамед Рахат Исабек шақырым келіп отыр. Шапалақ қошемет етіңізбен. Сонымен қатар, қымбатты достар, қарсы алыңыздар, Ericsson International атындағы коучинг университетінің түлегі, кәсіби коуч, тәжірибелі психолог, сөз өнерінің сарапшы маманы, Қазақстанда менторлар арасында өткен сайыстың жеңімпазы, 2019 жылдың ең үздік менторы, бизнес-тренер, Риторикс ораторлық мектебінің негізін қалаушысы және бұл барлық айтылып жатқанның барлығы тек қана кішігірім ғана. Сондықтан қымбатты достар, дуыл қошеметпен Гүлжанат Бейтанова қосылыңыздар! Қымбатты достар, дәл осы керемет кісілер, керемет жандар бүгін барлықтарыңызды жинап, осындай керемет мүмкіндіктерді сіздерге табыстап отыр. Дәл қазір сіздерде тағы да қош келіпсіздер дейміз. Мінекей біздің көрермендеріміз, мінекей бүгін біздің жиналған қауым сіздерден керемет ақпараттар алғысы келіп отыр. Ендеше бүгінгі Бизнес Драйв конференциясын ашық деп жариялау үшін сіздерге сөз кезегін бергім келіп отыр. Шапалақ қошемет! Қош келдіңіздер. Бірінші Гүлжанат ханымға сөз берейін. Қарай мен презентацияны жалғастырайын. Кеш жарық қадірменді қонақтар, кеш жарық қымбатты достар. Мына жақтан свет түсіп тұрғасын мен онша көрмей тұрмын. Былай істейік, мына жерде бізде орындар ашық өте көп тұр екен. Мен сіздерге өтінішім, қазір мынау арт жақта отырғандарыңыздың өзі алдыңғы қатарға келіп бәріңіз жиналып тез отыра қалсаңыздар. Арт жақта отырғандар, алдыңғы мына орындар бос тұр ғой мына жерде. Осы орындардың бәрін жиналып отырсаңыздар, тезірек отырсақ, жиналып отырсақ, мына жердегі қатарлар бос тұр. Рахмет, бұл жігіт 8-ші сынып оқушысы, менің шәкіртім. Осы жерде Гүлмира ханым отыр, осы залда. Қайда Гүлмира ханым? Менің жеке СММ болып жұмыс бастаған сол кісінің ұлы. Ал қымбатты достар, біз сіздерден бірінші кезекте кешірім сұраймыз, өткен себебі негізінде бізде көрсетілген, Рахат мырза 6-да деп, бірақ біздің ең негізгі бүгінгі кештің спикеріміз Сәкен ағамыздың кешігуіне емес, орысшалап айтқанда, задержаться, сол сәл уақытының аздығына байланысты біз кеш бастауға сәл мәжбүр болып тұрмыз. Сондықтан да сіздерден кешірім сұраймыз. Енді қазір сіздерден өтініш, жалпы қандай спикер, өзі жалғыз осы жерде 3 қана спикер, жүректеріңізді ашып, осы болатын сабақты көңілдеріңізге түйіп, жазып алатын жерлер болса, жазып алсаңыздар болады. Өйткені бүгінгі кештің тақырыбының өзі бизнес драйв деген өздеріңіз білесіз, бұл энергия. Бірақ мен сіздердің энергияларыңыз қазір сезініп тұрған жоқпын, өйткені көпшілігіңіз сыртқы киіммен отырсыздар, біреулеріңіз қабақтарыңыз түсіп. Мәселелеріңіз шешіңіздер. Сондықтан біздің қазір мына жақта тұрған жігіттерге өтініш, өте жақсы бір музыка берсеңіздер, буквально 1 минут бәріңіз орныңыздан тұрып, сыртқы киіміңізді шешіп, жақсылап билеп, осы жерде кішкене шабыт берейікші өзімізге. Сондықтан жігіттер, арт жақтағы недегі тұрған жігіттер, бізге жақсы бір музыка берсеңіздер, бәріміз орындарыңыздан тұрамыз, бәріміз орнымыздан тұрамыз. Орнымыздан тұрсақ, бәріміз сырт киімімізді шешіп қойсақ, сырт киімімізді шешеміз, залдың іші өте жылы, сырт киімімізді шешеміз. Тамаша, Салтанат ханым, сіздің шешкеніңіз әбден абзал, сіздің стиліңізді көру керек барлығы. Шешінеміз барлығымыз. Орнымыздан тұрамыз орнымыздан. Кім шабыт алғысы келеді, орнымыздан тұрамыз. Жас ерекшелігіне қарамаймыз. Қолды оңға көтереміз.
Бірінші қолды оңға көтереміз, оң жақтағы адамның иығына саламыз. Әпке тұрамыз, әшкеде неге отырсыз? Драйв, қайда драйв? Тұрамыз. Оң қолымызды оң жақтағы көршіміздің иығына саламыз. Көңілдірек, Қалай саламыз? Сөйтеміз дағына, сен қандай тамашасың, молодецсің деп айтамыз қазір. Қандай тамашасың? Сен молодецсің, осы бүгін кешке келген ерекше адамсың сен деп айтамыз. Тамаша, енді сол қолымызды көтереміз. Сол жақтағы әріптесіміздің арқасына қоямыз. Сен вообще молодецсің. Мен саған разымын ғой. Мен саған ғашықпын ғой. Сен өте тамаша адамсың. Сенің энергияң көп. Енді тағы да оң қолымызды көтереміз. Өзімізді көкірегімізге қоямыз. Сен вообще тамашасың. Сен осы әлемдегі ең маңызды адамсың. Мен сені жанымдай жақсы көремін. Сен тамашасың. Мен саған сенемін. Қымбатты достар, мен сіздерге сенемін. Жақсы бір музыкаға енді екі қол көтеріп билейміз. Кеттік. Бәрі екі үш. Музыка қатты. Жақсылап. Не дұрыс, секіріп. Айталы, қаттырақ, секіреміз, беріп мырза, қаттырақ. Қатты, не дұрыс, жігіттер, секіреміз. Молодцы, секіреміз. 7 қыз отыр, жастарымыз қаншада? 95-те ма, жоқ 18-те ма? 2 қыз, тұрамыз, жақсылап. Қаттырақ. Астынша, өзен жастарымыз қоямыз. Ағаша, енді қол көтеріп. Бірге достар! Секіріп тұрыңыздар да болады достар. Жақсы. Ал енді достар, барлықтарымыз телефонымызды алайықшы қолымызға. Бәрімізде фонарик бар ғой. Шамдарымызды қосамыз, орнымыздан тұрып достар. Бірге. Барлық достар, көбірек. Жақсылап, кәдімгі. Баршамыз бірге. Оң жақтан бастаймыз достар, кет. Бірге, оң, сол, кет. Бірге. Көп рахмет. Тағы да өзіңізге жақсылап бір сипалатпен тамашамын деп қойдыңыз. Рахмет. Қазір Сәкен аға залға кірген кезде, біз қайсымыз сахнада выступать етіп тұрсақ та бір 2-3 минутқа сөзімізді бөлеміз. Орнымыздан ду қол шапалақтап тұрамыз да осылай секіре бастаймыз. Келістік па? Келістік. Ал енді қазіргі сөз кезек, жалпы бүгінгі конференция туралы айтып жіберейін. 3 тақырыпта сөз сөйлейтін боламыз. Бірінші қазір сөз сөйлейтін Рахат мырза, мен қазір ол кісіні кішкене таныстырып өтемін. Сіздерге жалпы мынау қазіргі уақытта ойлау, сана, сезімнің түрлері, мышление богатого, мышление бедного человека деп жатамыз, орысшылап айтқанда. Қысқаша осы жөнінде сіздерге презентация дайындаған. Одан кейін екінші менің выступлениемде сіздерге мен ешқандай теория жоқ, қысқа түрде, қысқа уақыт аралығында экспромтом дейді ғой, импровизация жасап, қалай тез выступлениеге дайындалуға болады. Яғни бар жоғы жарты сағаттың ішінде сіздер кез келген аудиторияда қалай выступать ету керек, соны меңгеріп шығасыздар. Одан кейін Сәкен ағаның выступлениясында өзінің жеке историясымен бөліседі, жетістікке жетудің қыр-сырымен және жеке брендті қалыптастыру жолдарын сіздерге түсіндіріп өтетін болады. Сонымен қазір сахнада Проспектус бизнес академиясының негізін қалаушы қазақтың қаны қайнаған керемет жігіті, осындай жігіттердің бар екеніне мен өзім өте қуанамын. Жүрегінде шабыты бар, көзінде оты бар, қаны қызу қайнаған Дінмұхамед Рахат мырзаға қол ұрып қояйық. Шапалақ соғып қойшы. Екінші спикермін. Үлкен рахмет. Қымбатты достар, кофе ішкенді ұнататын адамдар бар ма?
Ендеше тағы да 2 есе қаттырақ соғу керек, себебі бұл кісі Рафаэл Кофе. Осы қаламыздағы керемет кофе ханаларының негізін қалаушы. Ал біздің арамызда саяхаттағанды жақсы көретіндер бар ма арамызда, достар? Әрине, барлығымыз саяхаттауды жақсы көреміз. Онда сіздерді жақсы шапалақтарын соғып қойыңыздар. Global Tour және Visa Tour компаниясының негізін қалаушысы және қымбат достар, бизнес драйв конференциясының ұйымдастырушы, сонымен қатар Проспектус бизнес клуб және академиясының негізін салушы. Шапалақ қошемет, достар. Үлкен рахмет, сәттілік тілейміз. Рахмет, құрметті ағайын. Бүгінгі келгендеріңізге өте көп рахмет. Уақыт бөліп және осы бүгінгі кешті бізбен бірге бөлісіп, Сәкен аға айтпақшы бізбен бірге болып, тарихи жағдайда осындай бірге болғандарыңызға өте көп қуаныштымын. Өйткені бүгін біз үлкен ауқымды 2 жоба бастап жатырмыз. Бұл біздің Проспектустың бизнес-клубтың болғанына 3 жыл болды осы жылы. Енді сол 2018-де Проспектус академиясын бастадық. Сол 2 направленияның онлайн версиясын бастап жатырмыз. Яғни Қазақстанда бірінші рет болғалы жатқан онлайн клуб. Қазақстанда, енді шетелде бар, Америкада, Россияда. Қазақстанда алғашқы онлайн клубты бастағалы жатырмыз. Бұл өте үлкен ауқымды жоба. Екінші онлайн академия. Жалпы бүгін енді одан бөлек бүгінгі өзімнің бірінші 2 рет выступать етемін. Біріншісі бұл жалпы көптеген мәселелерде, бастаушы кәсіпкерлерде біз уже 1 жылда көптеген кәсіпкерлерге обучение жасадық. 140 миллион теңгеден астам инвестиция тартылды 1 жылда. Бұл инвестиция бизнеске байланысты. Сол бірінші часть именно не жағынан, мышление жағынан. Өйткені көбісінде барлық нәрсені алу мүмкін, көп кітап оқу мүмкін, көп білім алу мүмкін, шетелде оқып көру мүмкін, бірақ та өз кәсібін бастай алмай жатады, немесе бір жарты жылда тұрып қалып жатады. Сондықтан да именно соған байланысты өзімнің түйген нәрселермен бөлісемін. Бұл нелерді, материалдарды именно осы бүгінгі конференцияға арнап жасадық. Бұның алдында ешбір жерде бұл жаңағы нелерді бөліспеген. Бүгінгі сол принциптермен бөлісетін боламын. Дайынсыздар ғой? Сонымен келесі слайдқа ауыстыратын болсақ. Кстати, слайд бағана бері жүріп. Алла тағала. Мына жақ. Кейде неге болмады? Либо ар жақтан ауыстыру. Енді Алла тағала дегенім, кей кезде кәсіпкерлер болып жатады, жаңағы біз мұсылманбыз ғой. Дұға жағын қатыруымыз мүмкін, бірақ іс-әрекет жағын қатырмауымыз мүмкін да. Сондықтан да тек жаңағы бір нәрсені естегенде бір бағыны, бір нәрсе мәселесі шешіп, одан кейін бар дұға ету керек дегендей. Кейде болуы мүмкін, что просто батарейкасын астырмаған болуыңыз мүмкін да, так сіз ойлауыңыз мүмкін, что ол дұғам қабылмай жатыр деген секілді. Бір не бар ма анекдот, бір молда машинаға отырады, естіген шығарсың, иномаркаға отырады да, и водитель сұрайды, сіз Құдайға сенесіз бе деп, олай айтады, иә сенемін, альхамдулилля, мен молдамын ғой дейді. Онда сіз жалпы неге сенесіз бе дейді, жаңағы мұғжизаға неге, иә сенемін дейді. Все, онда нені айтыңызшы дейді да, дұға етіңізші, терезе ашылады дейді. Сол кезде жаңағы ол дұға етеді, аяқтан кнопканы басып, аяқтан несі терезе ашылып жатады да. То есть көп нәрсе, бірінші барлық нәрсе негізі себепке байланысты, дұрыс па? Бірінші себепті іске асырып, одан кейін барып тәуекел ете аласыз да, жаңағы кнопка басу деген секілді. Бірақ та отырып кейде ешбір нәрсе істемей, тек отыра берсе тоже болмайды. Қайтадан дұға ету керек болды. Мүмкін. Мына бір терминді, бәлкім өзіміз ойлап таптық деп айтуға болады. Өйткені богатый мышление, бедный мышление деп жатады ғой. Осыған мен енді қазақшаға не алатын болсақ, қалай? Все, Сәкен аға келді ма? Сәкен аға келіпті, давайте бірінші Сәкен ағаны оннан сыларып, көйлегін жалғастырамыз. Содан кейін жар бастай алмай айтқанымыз. Шапалақ ұрып, бір музыкамен қарсы алайық.
қайраткері, экономия компаниясы, Смart өнер мектебінің негізін қалаушысы, Озат Трионың керемет әншісі Сәкен Байғазиев ағамыз ортамызда. Шапалақ қошемет достар! Және Әділет Байғазиев Сәкен ағамыздың ұлы тұңғышылы. Қош келдіңіздер. Міне енді энергияны сезіндім негізі. Сәкен ағаны энергия жетпей жатыр екен ғой. Негізі Сәкен ағаны шақырған себебіміз, Сәкен аға өзі айтпай белгілі, барлық өзінің саласында ең мықтылардың біреуі, үлкен жетістікке жеткен адам. Одан бөлек бизнеске байланысты кейбір бауырларымыз Сәкен ағаның бизнестері бар ма? Оның Әл-Хадая компаниясын, Қаразері майын білесіздер ғой. Қаразері майының учредительдердің біреуі, өте успешный компания, Россияда және Қазақстанда бар СНГ бойынша танымал. Одан бөлек өзінің мектебін, әншілер шығаратын мектебін ашты. Очень көп оны өздеріңіз де білесіздер. Бүгін жалпы Сәкен ағамызды кәсіпкерлік жағынан, яғни өзінің өмірдегі сырларымен бөлісетін болады. Осынға дейін оның көп барлық әндерін тыңдап келдіңіздер, енді оның өзінің секреттерімен де бөлісетін болады. Енді Алла разы болсын Сәкен аға, тағы бір шапалақ жасаңыздар. Өйткені себебі бұл жыл жастар жылы болды. Және Қазақстанда әлі де білесіздер, мемлекеттік дәрежеде кәсіпкерлікті қолдау мемлекеттік дәрежеде болып жатыр. Сондықтан да кәсіпкерлердің бизнес ашу бұл мемлекеттік дәрежеде маңызды жоба. Сондықтан да Сәкен аға бұдан былай құда қаласа кәсіпкерлерді қолдауға атсалысам деген ниетпен осы конференцияға өзінің алтын уақытын бөліп келіп отыр. Сондықтан Алла разы болсын. Сонымен енді тақырыбымызға оралатын болсақ, мынандай бір екі термин ойға келді. Бізде айтамыз енді богатый мышление, бедный мышление деп. Енді біз қазақша аударатын болсақ, бай сана сезім, кедей сана сезім деген кішкене бір түрлі естіледі. Сондықтан біз мынандай бір термин ойладық та, жоқшылық сана сезімі және молшылық сана сезімі. Яғни кейбір адамдар болады, бір нәрсені сұрағанда или там бір постоянно жоқшылық мышлениясы болады. Допустим, менде ақша жоқ, уақыт жоқ, мүмкіншілік жоқ, менде денсаулық жоқ, менде ата-ана жоқ, менде жаңағыдай бай әкем жоқ, немесе менде спонсорым жоқ, инвесторым жоқ. То есть жоқшылық мышлениясы. Бұл сондай мышлениядан арылу керек. А кейбір адамдар бар, ол қолында мүмкіншілігі өте аз, уақыты өте тығыз, бірақ соған қарамастан ол молшылық мышлениясы, уақыт таба алады, ақша таба алады, мүмкіншілікті таба алады. Бұл молшылық мышлениясы бар адамдар. Яғни баймай жатыр, уже мысленно сана сезімі байыған адамдар. Менің бір наставниктерім біреуі, Бауыржан Қасымбергебай айтпақшы, өзінің бір футболка миллиардері деп атаған футболкасын подарок еткен. Негізі долларовый миллионер болу үшін біріншіден адам сана сезімі долларовый миллиардер болып қою керек та бірінші. Сіздің ойыңыз уже байып үлгеру керек. Өзіңіз, яғни негізі кез келген адам біріншіден өзі сенімі, денсаулық жан-жақтан бай екенін сезіне білу керек. Өйткені дәл солай. Сіз ешкім бұл жерде құлағын, көзін миллион долларға сатпайды. Сондықтан да Алла Тағала барлық мына жерде егерде сіз өз аяғыңызбен келіп, өзіңізді осы шешім қабылдап мүмкіншілігі бәрі уақытыңызды бөліп, уақытыңыз бар. Барлық күніне 24 сағат уақыт бар. Негізі уақытым жоқ, үлгере алмай жатырмын. 63 жасқа келгенде бизнес бастаймын, намаз бастаймын деген секілді бұл жоқшылық мышлениясы. Алла Тағала берген мүмкіншіліктерді қабылдамау, соған шүкір етпеу, бұл шүкірсіздік болып есептеледі. Бұл жоқшылық мышлениясы. Сондықтан да егер жоғыңызды қаламай тұрып, барыңызды бағаласаңыз, онда сіздің жоқ нәрсеңізді Алла Тағала береді. Яғни бір шаг жасасаңыз, сізге Алла Тағала 10 шаг жасайды. Егер де 10 шаг жасасаңыз, дәл қасыңызда Алла Тағала табылады. Осы бүгінгі конференцияның өзін ұйымдастыру, бұл ауқымды конференция. Біз алғашқы рет ұйымдастырып жатырмыз именно осы залда деген сияқты. Сондықтан да бұл нені білдіреді, что
иә бар мүмкіншілік, мен істей аламын дегендей. Сондықтан да сіздің қолыңызда жоқшылық мышлениесін болу немесе баршылық молшылық мышлениесі. Сіз таңдайсыз. Енді екінші бөлісейін дегенім, бұл менің ең популярный, постоянно айтып жүретін нәрсем, қағидам бұл өткен немесе өткенмен немесе келмеген болашақпен өмір сүру. 80-90% адамдар осылай өмір сүреді. Яғни баяғыдағы керемет өмірі немесе өтіп кеткен өмірі туралы көп айтады. Баяғыда Совет одағында күшті еді, баяғыда ата-бабамызда, баяғыда біз асық ойнайтын едік, қазір жастар былай, баяғыда кезінде керемет еді, қазір онша емес. То есть барлығы өткен шақта өтіп кеткен сияқты болып көрінеді көп адамдарға. Енді үлкен кісілерімізде бәлкім кейбіреулер келісуі мүмкін. Кезінде Совет одағы бізде бәрі керемет еді, бәрі күшті, коммунизм, бәрі бірдей болатын. Қазір заман қиын деген секілді. Бұл да бір негізі әр адамның өзінің өмірге қалай қарауы, өз шешім қабылдайды негізінде. Әлем нейтральный. То есть сіз қалай қарасаңыз, ол солай болады. Егер де сізде мүмкіншілік бар десеңіз, ол мүмкіншілік болады, жоқ десеңіз, жоқ болады. Сондықтан да өтіп кеткен нәрсені біз қалдыруымыз керек, ол өйткені өтіп кетті. Өтіп кеткен мүмкіншілік уже өтіп кетті, оны қайтара алмайсыз. Және де келмеген болашақпен әсіресе көбінесе, яғни бүгін кішкене біраз өзім негізінде бір көп айтпаймын, жақында бір форумда соны алғашқы рет айттым, осы екінші рет айтқалы жатырмын. Өзім мынау алдында мешітте азаншы болып 6 жыл азаншы болып істеген адам. Сондықтан кейбір мәселелер сәл дінге сәл жақындау болып жатса, шошып кетпеңіз. Мынау молда ма, не ол? Мынау бизнес тренер ма деп. Сондай не болмау керек та. Сондықтан да шайтан кейде сізді болашақтағы пақырлықпен, болашақта сіз жаңағыдай ақшасыз, дүниесіз қалып қалатын сияқты сізді қорқытады. Ол болашақтың несімен, келмеген нәрсемен қорқытады. Рисктер, ол не болады, ертеңгі күніміз не болады, Қытай қаптап кете ма, бизнесім ашсам жүрмей қалса адамдар не ойлайды. Қазір қалай, мен болашағым қалай өмір сүреді деген секілді болашақпен өмір сүреді 80-90%. Өте редко, что осы сәтпен өмір сүрген адам. Ең дұрысы осы сәтпен өмір сүру. Әрине, ақылы бар адам болашаққа мақсат қою керек, бірақ бесконечно болашақта өмір сүру бұл ақылға сыймайды. Өйткені сізге тиімді емес, өйткені барлық нәрсені кейінге қалдырасыз. Бір нәрсеге кәсіп бастай десе, болашақта бір күні бір мүмкіншілік болғанда бастаймын. Немесе болашақта мен алдынан бір жақсы бір инвестор кездесіп қалады, сол кезде бастаймын. Болашақта маған басқа тоже көп. Немесе былай мүмкін, болашақтағы өзінің үйін елестетеді. Болашақтағы өзінің үлкен зәулім компаниясын елестетеді да, сөйтіп қазіргі үйін, қазіргі мекемесін, машинасын бағалай алмайды. Соответственно, сіздің қолыңыздағы нәрсеге шүкір етпегендіктен сізге сұраған нәрсені Алла тағала бермейді, өйткені сіз қолыңыздағы нәрсені қадірлемейсіз. Дұрыс қой. Сондықтан да ертеңге емес, қазір істейтін, әрекет жасайтын уақыт. Мысалыға, сіздер қазір отырсыздар, кейбіреулеріңіз бәлкім мына конференция қашан бітеді, ана Каспийдің кредиті ертең келіп қалды, или қазір үйге барғанда қазір ана қай тамақты жеймін деген секілді, ертең не істеу керек деген секілді оймен отыруларыңыз мүмкін. Кім бар осында қолын көтерсін, шын қолын көтерсеңіздер, кезде болады қазір қашан бітеді мынау деген секілді. Немесе келе жатасыз, бір пробкада тұрып қаласыз 30 минут, немесе самолет күтіп қаласыз 2 сағат. Сөз айтасыз, мынау қашан бітеді мына пробка деп, сіз уже сол сәтте өмір сүріп жатқан жоқсыз. Өйткені сіз 1 сағат болса да алдыға асығып жатсыз. Оның өзі адамға стресс береді. Мысалы, Алматыда Сәкен алды, пробка өте жоғары. 1 сағат, күнде 1 сағат, 1-2 сағат сіз пробкада тұруыңыз мүмкін. И ол күнде адам стресске кіруі мүмкін. Ал егерде осы сәтті толығымен қабылдаса, мен Алматыда бірнеше талай жыл тұрдым, осы методиканың арқасында пробкадан ләззат алатын болдым. То есть, получается, пробкада отырмын, мен соны қабылдаймын. Мен үшін де отырмын, мен әлі үйге барған жоқпын. Осы жердегі айналадағы машиналарды көремін, тауға қараймын, басқа сотқыш болуыңыз мүмкін, пробкада машина қимылдамай тұр. Жұмыс істей беруіңіз мүмкін. Кәсіпкер адамда офис керек емес, любой жерде машинада жұмыс істей береді. Сондықтан да осы сәтпен өмір сүруді қолға алсаңыздар.
бір нәрсе істейін деп жатсыз ба, қазір ойланып тұрсыз ба? Кейбіреулер болуы мүмкін да. Үйленейін ба, осы жігітке, күйеуге шығайын ба, оның өзін кейінге қалдыруы мүмкін да, ол қолынан өткізіп алуы мүмкін. Сондықтан қазіргі мүмкіншілікті сразу қолданып іс-әрекетке көшу керек. Келесі слайдқа ауыстырасыздар ма? Сосын мынандай бір термин не қылдық. Бұл жағы өзіміздің күнделікті нәрседе байқайық. Негізі мен өзім мамандық бойынша инженермін, мұнай саласында оқыдық. Америкада болашақпен инженерлер көбінесе жағы анализ жасауға бір табан жақын болады. Мысалы, бір нәрсені анализ жасап, жағы X қандай, мынау қандай, бәрі есептеп, одан кейін бүйтіп аналитикаға бір табан жақын болады. Кейбір өзіңіздің негізде кез келген адам істеу керек деп ойлаймын. Өзіңіздің жаңағы қай нәрсе не үшін болмай жатыр, анализ жасау. Солардың ішінде мен анализ жасап отырып, мына нәрсеге тұжырымға келдім. Кейін орындалу эффекті деген бір өзіме бір принцип қолданатын болдым да, и оны қарасам шын менде талай рет байқадым. Кейде мысалға сіз жоспарлайсыз, осы аптаға немесе осы айға мынанша доход или там мынанша мынандай пландар деген сияқты, мына жерге бару, бір мақсат қоясыз. Немесе дұға ете салады Алла. Соны кейде сіз бірден қабыл болмауы мүмкін, бірден орындалмауы мүмкін, сіз ойлағаныңыздай. Мысалы, осы апта план қоясыз, бұл апта үлгермей қаласыз, бірақ именно сол қойған планыңыз орындалып жатады. Міндетті түрде, көбінесе. Өйткені жоспарладыңыз, сыздыңыз, жаздыңыз. Байқадыңыздар ма? Яғни, егер де жеткілікті уақыт берсеңіз, асықпасаңыз, ол нәрсе іске асады. Оның жаңағы кейін орындалу эффекті. Яғни, ол міндетті түрде орындалады көбінесе. Дұрыс істесеңіз, ол міндетті түрде орындалады. Оған просто жеткілікті уақыт беру керек. Өйткені сіздің планыңыз бар. Бірақ ол сіздің планыңыз 100% орындалады деген гарантия жоқ. Еще плюс Алла Тағаланың планы бар. Қай уақытта сіздің ол планыңыз іске асатыны белгісіз, дұрыс па? Сіз біле алмайсыз, көріп келді емес. Бірақ сіздің міндетіңіз тек әрекет ету, жоспарлау, ары қарай нәтижесін Алла Тағала қалды. Көбіміз сол нәтижені өзімізге алып аламыз да, сөйтіп стресске кіріп, неге бұл әлі болмады деген секілді, бірден соны асығыс, бірден, әсіресе жастарда болуы мүмкін, бірден байып кету, бірден доллар миллионер болып кету деген секілді не болуы мүмкін. Мақсат негізінде нәтижені тапсыру керек. Әрекетіңізбен массадан бөлінесіз. По-моему, ескі слайд. Әрекетіңізбен, яғни бағана айттық, егер де барлық нәрсені істеп, бірақ подсознание полностью меңгеріп, бірақ әрекетіңіз болмаса, онда сол күйінде массада қала бересіз и нәтиже болмайды. Нәтиже болу үшін кофе ішкенем, ауыз кеттір жереді. Айтпақшы, кім кофе ішеді көбінесе? Кофе ішетіні біледі ғой? Кофе ішкеннен кейін су керек. Кофе таңертең ішмей ма? Біз енді кофейня саласында болғаннан кейін түнде де іше береміз. Оны етпейсіздер. Яғни, шынымен әрекет түбі берекет дегендей, әрекет болмаса, сіздің бүкіл ойдағы армандар бәрі арман болып қала береді. Кезінде біз осы лицейде оқығанда, біз мынандай бір кейде бір просто армандай салдық та, давайте Америкада оқиық деген. И 4 адам болды жерде. Біреуі ертесіне уже берілді. Жоқ, мен бұған сенбеймін деп. И үшеуміз қалдық. Үшеуміз бір нәрсе әрекет жасай бастадық. Бір өтірік, бір нәрсені ағылшынша жаттап, бір нәрсені істеп отыр. Кейде бір кішкентай әрекеттің өзі Алла Тағала үлкен ретінде қарап, мейірімділігімен. Ол кіші үлкені болмайды. Егер ықыласпен жасаған әрекетті кейде сіз сол әрекетпен нәтижеге жетіңіз. Әшейін болмайтын бір нәрсе істеуіңіз мүмкін, сізге нәтиже беруі мүмкін. Сондықтан да біз сол 3 адам кірістік. Сөйтіп 3 адамның біреуі бір айдан кейін беріле бастады. Болмайды деп. Сөйтіп екеуміз қалдық. Енді уақытқа алдыға айналдыратын болсақ, сол жердегі екеуміз шынымен де Мақсат деген жігіт, кластасым, Америкада оқыды. И мен де Америкада болашақпен. И үшінші жігіт
жаңағы берілген, ол Турцияда оқыды. Хотя бы ниет етіп, бірақ сдаваться етті. Ниет еткені үшін бәлкім жаңағы Турция уже хотя бы Турция деген сияқты. То есть кейде неге онда егер терять нечего болса, неге ниет ете бермеске, мысалы, үлкен мақсаттар қоя бермеске. Ақыр Алла Тағала білмейсіз қайсысын қабыл етеді, может қабыл етіп жүреді, дұрыс па? Сондықтан да сіздің аз әрекетіңіз үлкен нәрсені білдіреді. Оған дәлел сіздің мынау жаңағы майда шүйде істеген нәрселеріңізбен, мысалы жаңағы слишком оны көп кірмей қойып, әр шешіміңіз өте үлкен рөл ойнайды. Бұны да біз анализ арқылы бағанағы не қайда? Мынау ағаштағы бұтақ секілді сіздің күнделікті кішкентай шешімдеріңіз сізді либо басқа жолмен кетіп қалуыңыз мүмкін, либо сіздің вообще жоспарламаған жолмен кетуіңіз мүмкін. Сіздің мысалға азанда тұрдыңыз, осы жол бүгін тұрып жүгірейін ба деп тұрасыз ғой. Либо мысалға намаз оқитындар біледі, таң намазы келеді, қиналып, біреулер не істеуі мүмкін. Алғашқы бастап мынау оқымай қойайын ба деп ше. Сол кезде сол жерде сіздің каждый неңіз оқымай қойыншы деген кезде, сол келесінде де сәл тағы оқымай сөйтіп бір қарасаңыз вообще басқа жаққа кетіп қаласыз. Дәл солай әр әрекет, бүгін фитнеске барайын ба, бармайын ба, бір кезде киіміңізді ұмытып кеткенсіз, киім кеткім бармай қойын да нәсіп болмай тұрған шығар деп өзімізді алдауымыз мүмкін. Бірақ та бұл мүмкін, что бәрі жоқ, киімге қарамай, костюм шалбармен барам да бүгін фитнеске барам деген секілді, әр сіздің шешіміңіз майда шүйде. Сіз үлкен жаңағы өміріңізге әсер етеді. Каждый сол сіздің жаңағы мысалы үлкен ағаш деп есептесеңіз, сіз вообще басқа бұтақпен кетіп қалуыңыз мүмкін да, өміріңіз вообще басқа болып кетуі мүмкін. Ал сіздің сол кішкентай әрекеттеріңіз, шешімдеріңізбен вообще басқа жерге жетуіңіз мүмкін. Сіздің ойлаған армандарыңыз бір шетте алып келіп қалуында, бір күні қалсаңыз 63-ге келгенсіз пенсиядасыз. Пенсия жаңағы пенсионерлерге Алла разы болсын, мен ата-анам пенсияда 70.000 теңге, 50.000 теңге пенсияда қарайсыз өмір өтіп кеткен. Өкініш болуы мүмкін сізде. Бір қарасаңыз, бұрын баяғы сіздің бала кезіңіздегі армандарында бір шетке қалып қалған болды. Өйткені неге? Каждый раз сіздің жаңағы майда шүйде шешімдерден кейінге қалдыра бердіңіз. Сондықтан құрметті ағайын, әр шешімді дұрыстап қабылдасаңыздар, майда шүйде шешімдерге көңіл берсеңіздер. Түсініп отыр ма, или нема, ұйқылай отыр ма? Алтыншы, бұл интеграция дедік, бүгінгі таңда өте актуальны. Біреулер кәсіппен айналысса, бір не сияқты болып кетеді, мысалға, егер мен байып кетсем, мен бұзылып кетемін ғой, немесе мен жаңағыдай тақуамын ғой, мен намазымды тасталып кетуім мүмкін, ішіп кетуім мүмкін, шегіп кетуім мүмкін деген секілді, немесе намаз оқып жүрген, наоборот, кәсіп жасап жүрген адам базарда әсіресе, ол намазға уақыт жоқ, мен үлгере алмаймын, күні бойы жұмыстамын, оны мен байланыстыра алмаймын деген секілді. Негізінде барлық нәрсені интегрировать етуге болады. Барлық нәрсені біздің, Құдайға шүкір, барлығымыз бұл жерде, по-моему, барлығымыз мұсылман сияқтымыз, Құдайға шүкір, мұсылман еместер қолдарын көтерсін. То есть Америкада бұл нормальный нәрсе, ол кәдімгідей біздің көп достарымыз болған, біреу буддист, біреу христиан, Құдайға сенеді, нормальный нәрсе, ода тұрған ештеңе жоқ, әрінің өзінің шешімі. Бірақ та Қазақстанды, Құдайға шүкір, мұсылман мемлекетіндеміз, сондықтан бұл нәрселер маңызды. Бұл жерде тек құлшылық емес мәселе, то что құндылықты кей кезде дұрыс қоймағандықтан ештеңеге үлгере алмай қаласыз. Көбінесе шымкенттік кәсіпкерлерді әсіресе бизнесін күшті жасап жатады, мықты саудамен жасап, бірақ та басқалардың бәрі қалады. Жаңа спортқа да бармайды, жаңағы туысқандарын араламайды, намаз былай тұрсын, жаңағы басқа біреуге туысқандармен де араласпай кетуі мүмкін. Өйткені тек бір жақта кетіп қалған, тек бір нәрсені ғана үлгеріп жатыр. То есть бір нәрсені істемесе басқалар үлгермейтін сияқты болып көрінеді. Сол үшін бәрін
бір жаққа не істеп ұйымдастыруға болады, үлгеруге болады. Спортпен де айналысуға болады, кітаппен де. Біз осы бизнес-клубта постоянно задание беретінбіз. Жаңағы әр апта мынанша рет бизнеске байланысты өзінің кітап оқу, өзін жетілдіруге байланысты кітап оқу, міндетті түрде 3 рет спортпен айналысу, және вообще бармаған жерге аптада 1 рет бармаған жерге барып тұру дегендей. Неге? Өйткені адамның миы басқаша ойлана бастайды, басқаша идеялар келе бастайды. Мен постоянно мен мысал келтіремін да, Америкада, Европада тұрып жатқандар мен Қазақстанда, мысалға осы Шымкентте тұрып жатқандар қазақстандағылардың арасындағы келетін идеялардың качестволары әртүрлі. Келісесіздер ме? Мысалы, идеялар әртүрлі келеді. Мысалға біреу Тастыдағы, мен мамам Тастыдағы бір ауылдағы адамға, мысалы, енді басталатын кәсіпкерге именно Тасты төңірегіндегі идеялар келуі мүмкін. Егер вообще еш жаққа шықпаса. Біреу, мысалға, Нью-Йоркта тұрады, ол Нью-Йорктың айналасындағы идея келеді. Бірақ Тастыдағы ол идеялар келмеуі мүмкін да оған. То есть мораль бұл жерде әрдайым жаңа жерлерге барып тұру, жаңа адамдармен осындай іс-шаралардан қалмай, жаңа адамдардың идеяларын тыңдап, жаңа мемлекеттерге бару. Хотя бы Алматыға барып айтқанның өзінде бір керемет идеялар аласыздар. Осы Алматыға бармаған, осы әр семинарда бір 2-3 адам шығады, Алматыға бармаған. Бар ма? Алматыға бармаған біреу, екеу, үшеу, Алматыдан келеді ғой. 3 адам, примерно 3 адамнан шығып тұр, дәл расты, то есть вообще бармаған адамдар бар басқа қалаға. Бұл бірақ тиіп тұр, қазір былай шықсаң азанда уже Алматыдасың. Просто біз білесіз ба ол не себепті? Өйткені бізге мынандай еткен, кейде миының айтқанымен жүрсе, адамды жаңа не істейді, алдайды. То есть алдайды дегенде қалай ограниченный өмір сүреді. Бүгін қандай күн болады деп миға сұрасаң, ми айтады, бүгінгі күнің, ойшын братан, кешегідей болады ол дейді. Ешқандай өзгеріс болмайды. Кәдімгідей азанға барасың, обед жейсің, кеш болады, қайтасың, примерно сондай болады деп айтады ол сізге. Егер миға салсаңыз, егер де мидың жаңа ограничениесіне шықсаңыз, мидың ограничениесі қашан болады, когда именно как раз еш жаққа шықпағандықтан, біркелкі өмірмен жүре бергендіктен, даже хадис бар мындай, пайғамбарымыз сүннеті бар, бір мешітке даже бір жолмен көшемен емес, мысалы мына көшемен баратын болса, келесі аптан мына көшемен бар, допустим. Бұл сүннет болған да. Басқаша көшелермен жүру. Мысалы, 112-да күнде Қазиева мен деген сияқты емес, басқаша көшемен жүру. Мен мысалы адасқанды жақсы көремін. Сіз шетелде жүргенде адасып кетсем, күшті удовольствие береді маған. Білесіз бе, өйткені адасқан кезде сіздің күтпеген нәрселер болады да, сіз жоспарламаған нәрселер болады да, и ол сізге бір басқа бір, өйткені тағдыр көп айтпау керек, тағдырдың сізге дайындап қойған кейбір керемет бір нелер болуы мүмкін да, сыйлықтар. Өзгеше бір көшені өріс, басқаша ойланасыз. Сол себепті жаңағы даму, жан-жаққа шығып тұру, кітап оқу өте маңызды. Бәрін үлгеруіңіз керек, уақыт табылады. 7-ші, қызу жұмыс имитациясы. Бұл именно сотрудниктерге қатысты, кейде жұмысқа қатысты, бірақ мен бұны миға қатысты айтып жатырмын. Бұл жерде кейде миға қойып қойсаңыз, ми плотно нәрсені істеп жатқан сияқты болып сізге айтады. Біз қазір бұланы істеп жатыр, мынаны істеп жатыр. Как будто көп нәрсе істеп жатқан сияқты, бір бұрын даже үйде отырып алып, даже әйелдер, үйде отыратын әйелдер как раз қырғын нәрсе істеп жатқан сияқты болып көрінуі мүмкін кейде өзіне. Либо офисте отырып алып, кәсіпкер жаңағы бір нәрсенің ойын 1 сағат ішінде отырып, қырғын ішінде нәрсе жасап тастайды да, бірақ ол иллюзия. Ми айтады сізге көп нәрсе бітіп жатыр, былай болып жатыр, былай. Бірақ ештеңе болып жатқан болмауы мүмкін. Мышление, мысалы, ойлану, табиғат, ол басқа нәрсе. Бірақ та именно бір нәрсені ойлай беру, бірақ ештеңе әрекет жасамау, кейде соған алданып, адам көп нәрсе істеп жатқан сияқты болып көрінеді. Ол имитация жасайды сізге, осылай істеп жатыр. Өйткені миды өшіру қиын. Түнде светті өшіріп жатасың, мына жерде не бар ма? Өшіріп жатасың, мысалы жатарда светті өшіресіздер. Солай миды өшіру қиын да, былай өшіріп. Өшпейді ол, түнде мен жұмыс істеп шығады. Жұмыс істей береді, әсіресе кофе ішесің, вообще жатамайсың. Бірақ та мен жақында класстастармен отырып, миды өшіру деген біреулер біразы күлді алғашқы кезде. Кейіннен
ойланып шынымен де кейбіреулер енді келіскендер де болды. Действительно кете берсе болады. Бірақ та осы Индияның бір Садхгуру деген ғалым бар. Миды өшіру жайлы прям көп нәрсе айтады. Осы индустар осының кереметіне игерген осы миды дұрыс басқару деген. Біз миды дұрыс басқара алсақ, онда біз управление біздің қолымызда болады. Мидың қолында емес, жаңағы рухтың, жүректің қолында болады да. Сондықтан да постоянно имитациямен емес, мидың ограничениесінен шығуымыз керек. Өз потенциалымызды дұрыс зерттеу. Бізде именно қазақ халқында потенциал өте жоғары. Егер де тарихыңызға қарайтын болсаңыз, мысалы небір батырлар болған, шетелде ондай батырлар жоқ та. И өзіңіздің дағы ата-бабаларыңызды кей зерттеп қарасаңыз, олардың біреулердің қари, біреулерді жаңа өзенді артқа айналдыратын болған, небір адамдар болғанда, бірақ біз өзіміздің потенциалымызды ұмытып кеткен болуымыз мүмкін. Бірақ та кезінде жаңағы бүкіл қазақтың қандай үлкен жаңағы алтын орданың несі жатыр. Деген секілді өзіңіздің міндетті түрде әр адамды Алла Тағала өз потенциалымен жаратады, өз несімен. Оны көбінесе шектейді, өзін дұрыс бағаламайды. Өз білмейді потенциал неге жететінін. Сөйтеді жаңағы мықты адамдар оны мықты жаңағы кәсіпкер оны тауып алып, оны іске асырып жатады, бірақ та өзі көбінесе өз потенциалын дұрыс есептемегендіктен көп нәрсе қалып жатады. Ішіндегі сіздің өміріңіздің басты міндеттеріңіз біреу сол не? Сіздің бойыңыздағы Алла Тағаланың берген қасиетін шығару, соны іске асыру. Әйтпесе, жаңағы сол күйінде қалып кетеді. Бірақ оны зерттеп, өзіңізді көбірек зерттеу керек. Өзіңізге көбірек сұрақ қойып, не үшін, мағынасы не? Тек осы күнде барып келу ме, әлде одан бөлек? Әр адамның бір себебі бар ғой. Бұл жерде ешбір адамның себепсіз жаратылған адам жоқ. Сондықтан да соны дұрыс не алсақ. 9-шы бұл қорқынышты жеңудің бір номер 1 принципі деп мен қойдым. Себебі өте, мен ойымша бұл номер 1. Көп адам осы қазір енді бастап жатқан немесе банкрот болып қорықпаған, енді бастап отыр, бірақ қорқыныш бар, бастай алмай жатқан. Қолдарыңызды көтеріңіздерші. Ойланып, арманып, кейінге қалдырып, немесе бір инвестор бар, сұрайын десе қорқады деген секілді. Осы қорқынышты жеудің бір принципін айтайын сіздерге. Мен ойымша, бұдан былай қорықпайсыздар деп ойлаймын, егер де соны меңгерсеңіздер. Бір су ішіп алайыншы. Жақсы бір интрига болды. Қазір бір айтыңыздар деп. Мен баяғыда кейде біздің курстар 8 сағат болады тоқтамай, арасында кофе брейк болады да. Мен баяғыда ойлайтын, осы қалай тренерлер тоқтамай айта алады деп. Мен су ішпей вообще жүргізе алмайыншамын деп. Сөйтсем, қайта не істей берген адам үйреніп кететін. Главное, бір баклашка су болса, ол тары жүре бересіз. Номер 1 принцип қорқыныш. Мен байқадым, кез келген адам болады. Менде де болады, барлығымызда болады. Бір нәрсе, даже сахнаға шығып жатқан кезде бір қорқыныш болуы мүмкін. Бастауыш кәсіпкерлер тем более. Бұл Алла Тағала 100% тәуекел. 100%. 80 емес, 20 емес, 100% тәуекел ету. Ол деген сөз, сіздің өз қолдан келген әрекетіңізді жасайсыз да, нәтижені беретін, қандай нәтиже болатын араласпайсыз. Оны Алла Тағалаға қалдырасыз полностью. То есть сіздің қолыңыздағы емес, и так сіз мойныңызға көтеру керек емес. Осы бізде проблема, что бүкіл қорқыныш, стресстер өзімізге қатысты емес проблема бәрін жүктеп аламыз да, сөйтіп қиналып жүреміз. Ал қиналамыз да, тағдырды негізі Алла Тағала постоянно бізге көмектеседі. Тәуекел етпегендіктен. Даже біз сенбейміз, өзіміз дұға етіп отырып, өзіміз айтып отқанымызда сенбеуіміз мүмкін. Бірақ сенбеймін. Кетіп қалса мүмкін. Өзі айтып отқанда сенбейді, просто жаттаңдар. Күнде аман болайық, сол бақытты болайық, бай болайық. Бірақ ол бай болайық деген арасында не айтып отқанда өзі сенбеуі мүмкін да. Қаншалықты более нақтырақ сұрау. Мысалға,
бай болайық, жаңағы үлкен машина, бірақ ол точный сұрау біріншіден, екіншіден тәуекел ету. Мысал келтірейін осыған. Бір күні пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам талдың астында ұйықтап жатады. Тұрып қалса, біреу мойнына қылыш ұстап тұрды. Сол кезде сұрайды, ал енді сені кім құтқарады деп сұрайды да пайғамбарымыздан. Сол кезде ол айтады, Аллах деп жауап береді. Сол кезде ана шошып қылышы жерге түсіп кетеді. Ана пайғамбарымыздың уверенность, сенімділігінен. Өйткені 100% тәуекел еткен Алла Тағала, что оны Алла Тағала құтқарады. Бұл мен ойымша осы ең жақсы мысал деп ойлаймын, тәуекел етуге байланысты. Қалғанның бәрін өзіңізге жүктеп берудің қажет жоқ. Просто сенсеңіз, мынау бір ағамыз айтады семинарда, Мәшһүр Жүсіптің сөзін көп айтатын ағамыздың аты кім еді? Омар Жәлел ағамыз айтады, өзіне сенген адам, ол Алла Тағала сенгенді білдіреді. То есть өзіне сенбеген адам, значит Алла Тағала толық сенбейді. Толық сенбейді. Просто сомнение ұстайды. А вдруг мен бұған қабыл етпесе, а вдруг болмай қалса, өзіне гарантия, бірінші адам өзінің әрекетіне гарантия беру керек та, әрекетіне. А то, что Алла Тағаланың ар жақта, ол 100% сөзінде тұрады. Егер нәтиже береді. Сондықтан соны түсініп алсақ, кезде 80, көбімізде 80 болуы мүмкін, 70 болуы мүмкін, жеткіліксіз ағай. 100%, 200% сенім болса, кез келген нәрсе, мияқта, в общем, разница жоқ болады, сізде қорқыныш болмайды. Бүгінгі біздің конференцияның мысал ретінде айтайын, қобалжу болуы мүмкін. Мысалы, қанша адам болады, келе ма, келмей ма деген мәселелердің бәрі ол бізге қатысты нәрсе емес. Мысалға, шақыру, ұйымдастыру болды. То есть полностью жан-жақты нәрсені қолға алу, жарнамалау. Дәл солай сіз өз әрекет жасайсыз. Қанша адам келеді, вообще қанша адам болса қабылдау. 600 адам бола, 1000 адам бола ма? 2 адам болса да полностью қабылдау. Мен соған тәуекел еткендіктен любой нәрсеге риза боласың. То есть берген нәрсеге риза болған адам, тәуекел еткен адам риза болады, соответственно, ол қолындағы нәрселерді бағалай алады. Ол деген сөз көбірек мүмкіншілігін көреді, соответственно, ешбір нәрседен қорықпайды. Сосын 10-шы бұл жақсы нәтиже Аллахтың мейірімінен. Жамандық өз нәпсінің және жеңе алмағандықтан. Бұл мынаға байланысты айтылған, то что егер де біреу бір жетістікке жетіп, бір нәтиже көре бастаса, бір кішігірім кірісі артып, немесе бір жетістікке жетіп, егер де сіз соны өзіңізден көрсеңіз, абайлаңыз. Өйткені ол белгілі уақыт өткеннен кейін сіз жаңағы құрдымға ұшырауыңыз мүмкін, жаңағы кірісіңіз төмендеуі мүмкін. Өйткені сіз өзіңізге көп алып қойыңыз мүмкін. Бұл деген сөз, егер бір нәрсе болмаса, өзіңізден көру керек, бір нәрсе қателік болып жатса, егер де жақсы нәтиже болып жатса, оны Алла Тағалаға айту керек. Өйткені нәтижені беретін Алла Тағала деп берсеңіз болды. Оның мейірімділігінен нәтиже болса, а болмаса өзіңнен. То есть біреу кейбіреулер айтады, жаңағы бір міндетті сияқты қарайды, как будто бәрі міндетті болған, бәрі қарыз, в том числе Алла Тағала да оған қарыз сияқты. То есть ол и так жаратылу керек сияқты болған да. Мен әкем мешітте болды, ол айтады, егер де Алла Тағала жаратпай қойса не істер едің дейді, кімнің құлағын кесіп аласың дейді. Мысалы, жаратылмадым, болып бітті, келмедім, кешіріп қойды. Жаратылды, Құдайға шүкір етіп, болды, уже бүкіл қалған, уже мәңгілік өмір сүре аласыз. Арған бәрін чудо деп күте бересіз. Күнделікті өміріңізді бір керемет мұғжиза ретінде қараңыз. Күнде бір өзгеше нәрсе болады десеңіз, шынымен де өзгеше нәрсе болады. Просто біз әбден әдетке айналып кеткен, оның бәрі итак болу керек сияқты ойлаймыз. Біз итак ертең азында тұруымыз керек сияқты. Тұрмауыңызда мүмкін ешкім сізге қарыз емес, тұру міндетті емес, Алла Тағала любой уақытта алла салуы мүмкін. Сондықтан да егер бір жақсылық нәрсе болып жатса, егер вдруг жәннатқа кіріп жатсаңыз, ол сіздің неңізден емес. Ол Алла Тағала сізге мейірім шапағатын бөлегендіктен. Егер сіз бір байып кетіп жатсаңыз, ол Алла Тағаланың мейірімдігі.
егер сізде бала шаға болса, ол Алла Тағаланың мейірімділігі. Егер де болмай жатса, ол Алла Тағалаға қатысы жоқ, ол сіздің нәпсіңізді жеңе алмағансыз. Сол Алла Тағала жазып қойды. Не істеймін деп отырмау керек, ол сіз өзіңіз кінәлісіз. Өзіңіздің емтиханыңызды дұрыс не істей алмағансыз, жеңе алмағансыз өз нәпсіңізді. Ибай не оқыт. Үйтіп тез өте салу керек деп біреулер ішінде айтқан, ойлап жатқан жоқ қой. Неге сенетінді өзің таңда деген. Мынау, бұл инсайт именно біздің осы Рафаэль Кофеге қатысты нәрсе. Именно бұл жердегі бәр нәрсені өзіміздің бойында сезініп бөліскен нелер. Бүйтіп алып кітап оқи алып, мына жерге не істемеген. Асықпай именно осы конференцияға дайындалып, әр несін бір жерде болған мына ситуация. И мына жерде не болады, сондықтан байланысты не инсайт. Мына жерде былай, егер қалай не нәрсені неге сенсеңіз де өзіңіз білесіз. И сол болады да. То есть қалай түсіндігі. Мысалыға, егер де бізде бірнеше кофейня, алғашқы ашылған кофейнялар жабылды. Біреулер айтты, Рафаэль Кофе, значит, кофейнялар жабылып қапты деген сияқты болды. Мен бұған басқаша қарауға шешім қабылдадым. Басқаша қарадым. Просто алдында жоқ, бұл просто бизнес модель өзгерту керек. Бізде 1,5 жылдық тәжірибе бар. Біз бұдан былай өзіміз кофейняны ашпаймыз, франшизаны ашатын боламыз. Дедік та, болды. Көзқарасты қалай өзгерттік, сенімді өзгерттік, барлығы өзгере бастады. И почему-то кофейнялар жабылғаннан кейін біз франшизалар сата бастадық. Ақтаудан, Шымкенттен. Айтпақшы, ертең Шымкентте, Северде біздің алғашқы франшизи партнер Рафаэль Кофе ашылғалы жатыр. Ертең айтпақшы күтеміз сағат 11 мен 1 арасында. Сәкен ағамыз соның жаңағы лентасын қиятын болады. Некесін емес, жаңағы лентасын қиятын болады. Сіздерді сол жерге күтеміз. То есть бұл біз үшін үлкен жетістік. Сәкен аға, Алла разы болсын. Енді Құда қаласа Сәкен ағамен сөйлесіп жатыр. Ағамыз өзі кейін айтып берер. Жаңағы кейбір нәрселерді бәлкім жаңағы Рафаэль Кофені Алматыда ашу мүмкін. Олар белгісіз ашу мүмкін. Иншалла нәсіп болып жатса ашылатын болады. Неге сенетіңізді өзіңіз таңдайсыз. Егер де сіз болып жүрмедім, мен біттім десеңіз, болды, сіз біттіңіз. Егер де жоқ, енді бәрі басталып жатыр десе, онда бәрі басталып жатыр. То есть өзіңіз таңдауыңыз. Жаңа Генри Форд айтпақшы, істей аламын десеңіз де сіздікі дұрыс, істей алмаймын десеңіз де сіздікі дұрыс. Сізге ешкім айта алмайды. Жоқ, сен істей аламын, жоқ, істей алмайсың деп айтса, жоқ, өйтіп айта алмайды. Егер де сіз жоқ, мен істей алмаймын десе, дұрыс, сіздікі де дұрыс. Жаңа сол үшін соны неңіз, сіз бәріне сенген нәрсенің бәрі іске асады. То есть неге сенсеңіз сол іске асады. Басқалардың бәрі сенбеуі мүмкін сізге. Мынау не деп отырды? Бірақ сіздің сенгеніңіз, Алла Тағала 100% сенгеніңіз, тәуелділігіңіз, сол жеткілікті. Қалған бәрін сізге ол алдыңызға қойып береді алады. Просто сіз әрекет, сіз главный өзіңізге жауап беріңіз. Сол үшін сеніміңізге күресу керек. Так, бірінші часть осы, келесі частьта, мен бәрін айтпеңіздер, бәрін микрофонды алып ешкімге бермей сөйлеп өтпей, келесі спикерімізге берейік. Гүлжанат ханымға. Сіз рахмет, шапалақтарымызды аямай салып қойық, достар. Нұрмұхамед Рахан. Ары қарай кейін бәрі сөйлеп болған, инвестиция, бизнес жайлы тағы шығатын боламыз. Тамаша, ендеше бізде бір керемет сыйлықтарымыз бар. Сіздерге конференция барысында айтып өттік. Сол себептен дәл қазір сол сыйлықтарды сіздерге ойын арқылы ойнатқымыз келіп отыр. Дәл қазір сұрақтарымыз болады, интерактив сұрақ-жауап деп аталады. Егер де жауап бар болса, қолдарыңызды көтеріп айтуларыңызға болады. Сұрақтар өте оңай, барлығымызға белгілі. Бүгін қымбатты достар, Рахат ағамыз жаңа айтты ғой, Рафаэль кофеханасы бар. Ол біздің қаламызда қай мекен-жай бойынша орналасқан, кім біледі? Мінекей, бірінші болып мына жақта қол көтерді. Микрофонды алып баратын адамдар бар ма? Әлде өзім сөз алайын, не? Қаттырақ айтып жіберсеңіз. Ертең ашылады. Қай мекен-жай бойынша?
Север Мөлшек ауданы бойынша. Север микрорайоны. Аха. Және жауаптар бар ма? Сіздің жауабыңыз? Арбатта. Арбатта толығырақ адрес. Мекен жай. Кім біледі? Қалай? Бейбітшілік. Жоқ, достар. Өте оңай ғой. Инстаграмнан көріп жатыр аныңыз. Гуглда. Кәнеке, қандай айта беріңіз? Жангелдина көшесі. Микрофонды өшірсеңіздер, артта сөйлеп жатқандарыңыз естіліп жатыр ғой, достар. Ендеше, сізге бірінші сыйлығымыз шапалақ соғып қойыңызға болады. Сізге сол Рафаэл кофеханасынан 5 кофе тегін сертификат. Мінекей, есімін жазып алыңызға болады, және телефон номерін жазып, сізге сертификатты ұсынғанымызға біз қуаныштымыз. Ендеше, тағы да бір өте оңай сұрақ, достар. Арамызда кофені жақсы көретін адамдар өте көп екен. Неге тақырыптың барлығы кофеге байланысты болып кетті деп жүрмеңіздер? Себебі ағамыз жаңа айттық қой, Рафаэл кофесінің франшизасының негізін қалаушысы. Сондықтан, қымбатты достар, екінші сұрақта осы кофеге байланысты. Кофенің отаны Бразилия. Негізі Бразилия дамытқан, ал негізінде түп тереңде қалай? Дәлірек. Арабтар, Колумбия. Қалай? Эфиопия, тамаша. Шапалақтарын соғып қойыңыздар. Негізінде шын мәнісінде, достар, Эфиопияда ойлап тапқан, ал кейінірек Бразилия ол сусынды дамытқан. Және, қымбатты достар, дәл қазір микрофонды жақындатып апарсаңыз болады, мен қазір айтам. Білесіздер ғой, дәл қазіргі таңда Google сайтын бәріміз білеміз, Google-мен барлығымыз қолданамыз. 1997 жылы, қателеспесем, Yahoo компаниясы бұл Google сайтын $1 миллион сатып алмаған, содан бас тартқан. Ал дәл қазіргі күні Google сайтының бағасы қанша, құны қанша, кім біледі? Қалай ойлайсыздар? 400 миллиард теңге ма, сомба или 400 миллиард доллар. Сәл қымбаттау айтып қойдыңыз. Так, аукционды бастаймыз, кім көбірек? 1 триллион. Ондай сомма бар ма? Негізі шын мәнісінде білмейді екен. Сонымен, интернетті қолдануға болмайды ғой, мінекей. 1 миллион 356 мың интернетіңіз дұрыс жасамайды екен. Так, кім біледі? Қымбатты достар, $1 миллион Yahoo компаниясы сайты сатып алмаған кезінде 1997 жылы, ал дәл қазіргі таңда Google сайты 325 миллиард. Қай жерден таптыңыз болса? 325 миллиард. Ең жақынырақ болған нұсқауымыз, достар, негізінде 250 миллиард долларды құрайды екен Google сайты. Сондықтан да, қымбатты достар, шапалақ соғып қойғаныңызға болады. Есіңіз кім екен білсе бола ма? Берік мырза. Берік мырза, қалай ойлайсыз? Осы кезінде 1997 жылы Yahoo компаниясы $1 миллион алмаған. Олар қорыққан болуы мүмкін. Неге алмады? Сол себептен мен ойлаймын, дәл қазіргі таңда кәсіп ашу үшін не істеу керек? Неден қорықпау керек? Мән-жайды айтып өтсеңіз болады ма? Өз пікіріңізді. Тәуекел. Дінмұхамед мырза жақсы айтты, тәуекел жасау керек. Барлық бизнесте де, барлық өмірімізде де. Үлкен рахмет, керемет жұмысқа, шапалақтарыңызды аймай соғып қойғаныңызға болған. Біздің қызметкерлер сіздердің жаңағы 3 адамның, жауап берген 3 адамның байланыс телефондарының нөмірлерін алып қалыңыздар. Сіздерге 5 кофе тегін Рафаэл кофеханасында. Шапалақ соғып қойшы тағы да.